Ұлытаулық Өміржан Көпбосынов. Өміржанмен айтысатын жайсаң жайықтан жеткен айтыстың аққуы Жансая Мусина. Кешегі қазақтың ғази жүрегін елжіретіп, 62 тамырын исіндіріп, шындықты тіліп тұрып айтқан ол кім еді? Ол біздің Шынболат ағамыз еді ғой. Бүгінгі осы екі ақынның жырлайтын бір тұлғасы ол Шынболат ағамыз. Сондай-ақ өзінің ғази жүрегіменен ұлттың ұлы жүрегін елжіреткен, халқына керемет қайталанбас өнер сыйлап кеткен, осы Ұлытауда туып, ұлттың ұлы перзенті бола білген Жақсыкелді Сейіліп. Қос тұлғаны ақындарымыз жырлайды деп ойлаймын. Атақ жоқ Ақжүкемнің атағындай, айтыс көшін сүйреген аталылай, Сатпайыпқа келуі ерлік бүгін сейіліп қалған кезде қатарыңай. Апамыз Ақжүкеңе шапан жапты, біздің жақтың қыздары баталылдай. Иығыңнан түспесін жүзге дейін, кешегі нар жамбылдың шапанындай. Бармысың байтақ далам бағырысым, сапырған сары алтын мен сарымысың. Ұлытауым ұлтымның ұранысың, қарсақпай бар қазақтың қадірісің. Жезқазған жер бетінің шоқтығысың, Сатпайып Сарыарқамның сауырысың. Қаражал Қараспанның жарығысың, Жанарқам жүрегімнің жалынысың. Өз елімнің төрінде топ жармасам, өкініштен өтпейме жаным ішім. Қаныштың бұлғаласын есім алсам, қарыздармын балалық шағым үшін. Өнерге осы залдан қадам бастым, өмірде өз жолымды табу үшін. Шымкенттің музейіне келген ұлым, шыңына ақындықтың бару үшін. Томағамды сыпырғанмын рахмет Гүлзара анамыздың тәлім үшін. Шапанын иығыма жауып еді, Шымкенттей шаршы топта шабу үшін. Балмаған бетіп дем беріп, қанат ағам қарыштап қанатымды қағу үшін. Әскерге де аттандым осы өлкеден, жігіт боп оң солымды тану үшін. Жарымды да тапқанмын осы жерден, жаралған бақытымды жағу үшін. Шақтың да жұмысшы боп көзбен көрдім, шахтерлардың еңбегі ауыр ісін. Арқамнан қағып сосын аттандырдың, аралап қалмасын деп ауыл үшін. Қайран сол қайта келмес қайран күндер, санаулы ғұмырымның сағымысың. Аянатын түгім жоқ өздеріңдей, қадірі ханнан асқан халық үшін. Асығып Астанадан келдім бүгін, ағайын Ақбатаңды алу үшін. Баянтауға барғандай балағаныш, Сәтпайыпта басылсын сағынышым. Аужекең айтысын деп салды қызға, жайықтан ару кепті ауылымызға. Басыңызды бақыттан айналдырып, бойыңды балқытайын балғымызға. Бұл биыл көктем оралға оңай тимей, қарсы тұрды қарғын су қарлымызға. Талай үйді тасталқан еткен жоқ па, қарғын су дамыл бермей дамбыңызға. Жазды күні жаурайтын ерке қызең, мұздай суға қолыңды малдыңыз ба? Күймеде отыратын қаңғыз едің, қайыққа да зар болып қалдыңыз ба? Бос белбеу жігіттерге ашуланып, айтыста ашушы еді қарныңызда. Духи берген жігіттер духы жетпей қалады деп әніңе салдыңыз ба? Жеті қат жер үстінде жігіт жоқ, теңгелер сенің жеті жарғыңызға.
тасқында жансаяғы сен не істедің, тасаттық деп құрбандық шалдыңыз ба? Жоқ әлде келіп тұрған шанс қой деп басқаша жоспарларға бардыңыз ба? Су жүрек жігіттерді суға апарып, аямай тұншықтырып алдыңыз ба? Айтыскер болғанымен мақтаған қыз, айтыскер болғанмен қаптаған қыз, айтыста музинадай шаппаған қыз, мінез асау жайықтай болғанменен жансая жаны жұмсақ мақтадан қыз. Махамбеттің елінен келіп тұрған махаббат дәмін әлі татпаған қыз. Әншілдардың дауысы дарымаған, аңшылдардың қақпанын қақпаған қыз. Ақ отауы әлі де құрылмаған, ақ орамал басына тақпаған қыз. Былтырғы жыл елімнің әлесінде біз түгіл бүкіл әлем мақтаған қыз. Шахматтың чемпионы Әбдімәлік Жансаяның есімін жаттағанбыз. Шаңырағына келін боп осы ауылдың шашу шашып шаттанып шаттанғанбыз. Жар болды қазақмыстың басшысына, бар қазақтың сенімін ақтаған қыз. Ал айтыстың чемпионы Жансая қыз, алтыннан басқа домбыра тартпаған қыз. Басын шешіп алайық мәселенің, ажырайтын сәт келді ақ қарамыз. Төленердің төрінде тұрғаннан соң Төле бидің қызметін атқарамыз. Шахтының бастығын ап бермесек те, бір шахтерді табамыз шахтыдан біз. Тірі жанға тигізбей, бойындағы қазынасын сарымайдай сақтаған қыз. Биылша бар шаруаны доғаратыр, бұйырса басыңызға бақ табамыз. Кеншілердің елінде дәстүр солай, кірген соң шығу қиын қақпадан қыз. Чемпион Жансаялар елге келсе, шетінен келін қылып ақ баламыз. Ай. Қасыңа келіп еді асыл құрбың, келеме бос қылжақтап ашындырғың. Ол рас тасқын бұзып дамбыларды, оралдың тоқтамаған жасын білдің. Жансая сен сол кезде не істедің деп, өзіңше өзгеше бір тәсіл қылдың. Су жүрек жігіттерді батырдау деп, несіне елді менен шошындырдың. Сол кезде біздің жаққа бір келместен жалғанды жалпағынан басып жүрдің. Аман жол ағам жүрді елді аралап, сен болсаң айдалада қашып жүрдің. Су жүрек жігіттерге мына жерде келеді ақиқаттың бәсін білгім. Көмекке келген жандар су жүрек емес, жау жүректер. Келмейді батырлардан қашық жүргім. Бір болып сын сағатта мен бәрімен соларға күнде тамақ асып жүрдім. Бөгелмей бөгет салып жайылымға, мөшекпен құма барып шашып жүрдім. Ешкімді батырғам жоқ, айналайын талайдың жолын қайта ашып жүрдім. Тұншыққан жігіттерді керісінше қайықпен жағалауға тасып жүрдім. Игагай, 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 игагай. Ағайын, оралым біреу еді шоңғаланың, өзінің өзі тартқан доңғалағын. Сәт
әппайып айтыс жасап шақырғанда мен неге сөз үнемдеп долданамын. Махамбет сырымдардың сынық едім, тірлігін жасамаған қол баланың. Шәмеліп тұяқтардың тұяғымын, күйімен күйін айтқан өрдаланың. Жұбанның жұрнағымын, желтоқсанда жастардың армандайтын тоңбағанын. Тайырдың тайынбайтын үні болып, ал кейде қадыр болып толғанамын. Көктемде тасқын судан білесіздер қиындық облысымда орнағанын. Рухын бір сілкінтсем деп жерлестердің солардың намысы боп қорғағаным. 3 күндік жолдартыма тастап келдім, шығарып салып сайқын ордаларым. Ұлытау аманбысың, есенбісің, ұрпағы тағылымы мол бала бабаның. Жетімек емеспіз біз сіздер барда, білемін мейірімнің солмағанын. Мені бір қошеметтеп мен арқылы жайыққа сәлем болып жолдағаның. Топаннан аман қалған бауырларға отанның көрсетіңдер қолдағанын. Ей бала, тереңге тартасың ау терең десең, көп жайды аңғарасың елең десең. Жансая Әбдімәлік жайында айтып, жеңемін деп отсың ау жеңем десең. Сағанда табылады деп шахтер жігіт, келінді көргің келет менен десен. Бұл жақтың жігіттері мықтылар ғой, келін боп келе салам келем десем. Бірақта қалың малсыз қыз болмайды, кішкене шартым боп тұр көнем десең. Жылқыңды қоймай айтып айтсайын, арқада бай адаммын деген десен. Қызарып қысы жазы қымыз ішіп, кекіріп қазғарта жеген десен. Санынан жаңылады деп естейміз, қораңда қозылақты көген десең. Жағдайын біздің жақтың білесің ғой, қол қалсаң тартынбаушың неден десен. Шатыры жүзіп кеткен ауылдар көп, ақпарат қолымда жүр сенем десең. Кел қашайын деп тұрғам жоқ келіндіктен, бақуат жігіт едің егер десен. Оралдық бауырларға өз атыңнан көнемін жүзей салып берем десең. Алқалы топқа түссе жарқыраған, арқаның сақтап жүрген салтынады аман. Аман жолаған барса ауылыма, Алаштың азаматы арқыраған. Аманат партиясының мүшесі ғой, аманаты иығына артып алған. Мен болсам елге еге болып қалдым, ел десе адал болар антын адам. Сырым білмей сын айтып құрдасыңа, шөлғандырып отқандай балтымадан. Қашқын деп құрдасыңа айтпай тұрып, сөзіңнің бермедің ау парқына мән. Жайықтай ағыны кең болмаса да, Сарыарқада өзен көп сарқыраған. Талдысай ауылдарды шайған кезде, қара шаңырақ қалмады қалқымаған. Сөрді Сарсу өзен асып тасып, қарғын суға ұласып қарқынаған. Кеңгірдің суы келіп кеңірдекке, қаланың тұрғындары қалтыраған. Жұдырықтай жұмылып жігіттерім болсын деп жұртым тыныш, халқым маман. Ағып жатқан су түгіл шегінбеді, жанып жатқан оттан да жартық адам. Елім деген ерлердің арқасында аймақтың сақтап қалдық қалпын аман. Қыздарға салмақ салмай, ей азаматтар, қызыл суды қайтардық арқыраған ай. Бойында қуаты бар электрдің, сөздері қуатындай директордың.
қалың елді мұң басып жатқан кезде қалымды білмедің деп негеп күлдің. Арқа мұңы арқама батса дағы батысты қолтығынан демеп тұрдым. Жылқыма да жұт келсе жұтап қалмай жұрттан бұрын көмек қылдым. Жіберіп спецтехникаларымды қалаңа тоған салып бөгет қылдым. Қазақмыстан бөлдіріп 40 миллиард септігімді тигізіп себеп қылдым. Сен болсаң қалың малым 100 үй сал деп бәсіңді басқалардан бөлек қылдың. Онда мұның шешілді мәселесі, керегі қанша енді өрек будың. Келін боп осыбастан қала берсе, қайнаған боп қасқайып сөйлеп тұрмын. 40 миллиард қаржыны бөлер болсам, 40 қызға қалың мал төлеп тұрмын. Ай. Тақылдап таңдайымда тілді уласа, маңдайым ел алдында шылқылдаса, бұл тасқын су біздерге қайдан келді, сынаққа салып қойған жұртымдаса. Орал, Ақтау, Атырау, Торғайымда қайтейін биыл көктем құлпырмаса. Құралай салқынында сон айтайын, сүйемін далам менен ғұрпымдаса. Ақбөкенді атсын деп рұқсат беріп, олар құстай шулатқан ұлтымдаса. Киік деген киелі жануар ғой, бұлттан өсер төкпейді бұлқынбаса. Қайран жануар браконьерден құрбан болып, құлтекенің мүйізі қырқылмаса. Оларды сотта деген соттың өзі бірігіп сөрелерден құртырласа. Шіркін сол браконьерлер қояр меді, ұлтым емес құл болған құлқын қаса. Жақсы келді ағамыз салып кеткен, жезге екті жақсылап бір тыңдаса. Ей. Өткел қып жалғағанда тіл өрнегін, өткеннен тарихыңды білер медім. Қырылып аштық келіп бір заманда, қырғын апат болғанда қыр елдемің. Сол кезде Қаныш атам келіншегі, Кошкинаның айтайын бір еңбегін. Грузовой мәшинемен Қаныш атам білеміз Баянтауға жібергенін. Алдырып әр әулеттен бір бала, қарамай бір емшектен бір емгенін. Әкеліп Қарсақбайға шомылдырып, қарасу қарананды түген үнемдедің. Сол балалардың барлығы ғалым болды, бүгін жоққа шығарар кім еңбегін. Ал енді келін болар Жансаяның қызғынғы қылықтарын түгендедім. Бұлғақып Жандарбектің бір айтыста бұлқынған асау сөзін жүгендедің. Қызығыңды жатыр деп мысық көріп, білеміз марғауыңа тірелгенін. Марғауды ұмыт енді мыс шақарда, үлгі болар қызсың ғой бір елгемің. Кошкаңды жуып тарап жүре бермей, Кошкинаның қайтала ол еңбегін. Ай. Құрдастар ханнан биік бастарың бар, қылжақтап әңгімені бастадыңдар деп ойлап жүруші едім. Бұл өмірде сендерден жақын маған басқа кім бар? Барлығың мені көрсең мысықты айтып, ал кейде көңілімді ластадыңдар. Сол көріп жатыр дейсің қызығыңды, ақтарып әңгіменің астарым бар. Мен зиян көрмеп едім мысығымнан, қақылдап неменеге қақсадыңдар? Байқаймын естімеген сияқтысыңдар, жүзімді көрген кезде саспадыңдар. Ол байғұс ажалы кеп өліп қалды.
жасырып не қылайын рас бауырлар. Сол кезде жаның ашып біреуің кеп есікті көңіл айтып ашпадыңдар. Әй, бірақ мәз боп жүрген шығарсыңдар, без бүйрек шеттеріңнен тас бауырлар. Аямай күндеп марғауымды, ақыры марқұм қылып тастадыңдар. Игагай, 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 игагай. Жан құсап 100 жылда бір туатұғын, құрдасым апат екен мына түрің. Ауылды аман есен ап қалдық деп, адамдай сөйлегесін қыратұғын. 100 үйді өз атыңнан сал деп едім, жігіт деп сөз төркінін ұғатұғын. Дұрыс бал 40 қыздың қалың малын қалтаңнан төлегендей қылатының. 40 миллиард бөлдірдім деп қоясың, көрсетіп қазақмыстың ырақымын. 40 миллиард түгілік 40 тиын көрмедік осы жағын біл ақыным. Күтейік күзге дейін сабырменен қанша үйдің қабырғасы тұратынын. Жайқалып бой көтерер жақсы ауылдар, тілеймін жақсылықтың гүл атуын. Соңына жеткізбестен шаруаны, оны да жеп кетпесе бір әкімім. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Жүрсегер төрең қиғаш биің бетпен, жағдайың болады екен кейін кеткен. Жәкеңнің жезкиегін айтқаныңда, әуені құлағыма құйыл деппен. Еліне шын болаттың келіп тұрып, шындықты айту бізге бұйым деппен. Ол рас киіктерді қырғасын ба, оңайға соқпат бізге бұйыл көктем. Сәкеннің ақ бөкенін ойлап сонда құлазып менің көңіл күйім кеткен. Қандай жан көзі қиып ат деген деп сұрайтын жауап таппай дүйім көптен. Қандай жан атқандығын мен айтайын, ештеңе өзгермеске миым жеткен. Қазірде баяғыда да солай болған, жоғаржа қырыңдар деп бұйырды өктем. Киеден қорықпайтын пенделер көп, оларға жәндік деген не тәйірі. Жандарға ішке себін тиімдеткен, Сәкеннің өзін атып тастағанға бөкеннің көзін құрту қиын деппең. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Ей, ақ құрдас, түсті деп алтын балық ауға біздің, қыздырып отсын көркін саудаңыздың. Қайнаған боп шығам деп қайқақтайсың, шешкендей мәселесін шаруамыздың. Көшіне Кошкинаның ілесерміз, жақсы жар тапсарманы барма қыздың. 10 жыл бол таныстырам деп жүргеніңе, тіліңмен тасты жарып тауда біздің. Өмірде бар адам ба, жоқ адам ба, жараны сала бермес жанға біздің. Бар болса көзіме бір көрсетіңдер, жігіт беті етініміз шалма біздің. Әрекет қылсаңдаршы айта бермей, күтуімен қарайды ғой қанда біздің. Әйтпесе өзім тірлік жасай берейін, нөмірін айтшы маған жалмауыздың. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Енімнің жүрегінде от бар дедім, жүретін жері оның көк бар дедім. Еңбекқор кенші менің бауырымды жалмауыз деп атама тоқтал дедім. Жансая мысық емес арыстандай азаматты жоқтаса жоқтар дедім. Болмаса өзім тірлік жасаймын деп белдегі бесатардай оқтаул едің. Күйеуім тиетұғын шалм өзі деп, Жансая сен соншалық сотқар медің. Арқаның самалына салқын болар батыстың борандатып соққан желің. Қайнатаға қандай ат қояр екен, күйеуін жалмауыз деп отқан келін. Ай,
Жансая көкірегін шабыт керген, жөн болар енді саған бағыт берген. Жалмауыз үш қызбенен күйеу балалар 30 жыл еркін ойнақ шауып келген. Жалмауыз Мәсімов пен Нығматуллин саясатқа сайқалот жағып келген. Жалмауыз Шұбартілді Әбіләзіп шетте жатып бізге гіна тағып келген. Осындай көп қоймыны жалмауыздар қазақтың несібесін қағып келген. Қазынаңды ұрлаған бар қаражатты шетелде апшорларға салып келген. Шаршадық мін осындай кейіпкерден 30 жыл нервімізға тиіп келген. Қазаққа қаныштай қарапайым тұлға керек, өз елін өлгенінше сүйіп келген. 20 жамау болса да бір костюмін 20 жыл ауыстырмай киіп келген. Ай. Қуат берсе мұншағайын, Шымкеңнен дүркіретейін жыр сарайын. Ұрруға сейіліптің асқақтасын, әнінде жезгиектің бір салайын. Тағдырға налымадың жанардалғын, өшпейтін өнер берді саған жалған. Қорқамын бұл қоғамда қаптап кеткен, көзі бар жүрегі жоқ адамдарда. Жансая біздің жаққа қалай келдің, бюджетін қазақмыстың санай келдің. Жарғылып жарты жолдан ап қалар деп, жәутеңдеп жезді жаққа қарай бердің. Тезірек құрылсын деп жанұясы, төлеген бата берсін қариясы. Айбыны асқақтаған сен аман бол, айтыстың мәншігімен әлиясы. Айтыстың айғайыммен дүрсілі көп, айтыста мағына жоқ жүрсіні жоқ. Ақжүке 100-ге дейін жүре берші, жүрсінсіз бұл айтыстың бүршігі жоқ. Ау жекең болсын жүрсін атамыздай, қабылғып ұстаз берген батаңыздай. Жансая бақытты боп сен даман жүр, төрдегі бақыт Жамал апамызда. Жаным, той қылсақ қызықпен таң атырамыз, халықты қуанышқа батырамыз. Жалмауыз десем егер бауырыңды көз тимеу үшін айттық затына біз. Мен бірақ сол ініңді көргенім жоқ, несіне жалбарынып шақырамыз. Көрмеген адамға мен қала алмаймын, дұрыстап осы жағын бақылаңыз. Қандай ат қоясың деп қайнатаңа сұрасаң неменеге қапыламыз. Шахматист Жансаяны айттың мана, қалың ел қылып жүрген атын аңыз. Мен болсам айтыстағы Жансаямын, халыққа сүйкімдеткен сақынамыз. Абысын болып жатсақ екеуіміз, сабасын сарыарқаның сапырамыз.
қос бірдей жан саяңның жұмысы ғой, ат қою, мат қоюды қатырамыз. Игагай, игау, игагай, игагай, игагай. Қалаңа кеп атындағы қаныштың, аппақ бейіл ағайын мен қауыштым, жақсылардың елінде, селіптің жерінде, ән салайын жеткенінше дауыстың. Ағайындар жүзіңде тұр жылылық, дәстүріңнен көрмеп едің жығылып. Жақсылардың мекені, жайсаңдардың мекені, Ұлытаудан көремін тек ұлылық. Алталашқа үлгі болып тірлігің, балталаса бөлінбесін бірлігің. Қасиетті бұл далам ең алғаш боп тыңдаған, шырқыраған шын болаттың шындығын. Айналайын ал аман бол өмішім, думандатып жүретұғын көп үшін. Аңқылдаған адалсың, жарқылдаған адамсың, мен өзіңді жақсы көрем сол үшін. Аяқ асты боламын деп қайнаға, айта салған сияқтысың жай ғана. Жай болмаса табыстыр, табыстырмасаң алыстыр, бақытымды босқа менің байлама. Ау қазылар жаңылмайтын қалпынан, өмір жанға беріңдерші жалпы мән. Балы төмен боп қалып, соған уайым жеп қалып, кетіп қалмасын мысығымның артынан. Осы менен аттанайық мына біз, финал өтсек ертең қайта шығамыз. Ағайындар қолдасаң, ықыласты жолдасаң, біз сіздерге арқа сүйеп тұрамыз. Аман болсын Сәтбайымдай қалаңыз, Сәтбайымда көшелердің бәраңыз. Әр шаңыраққа құт қонғай, бұдан бұлай жұт болмай, малы менен көркейсе екен далаңыз. Ай бәрекелді. Қошемет ардақтағайын.